Қайырлы күн. Бүгін біздер духовканы қажет қылмайтын мынадай дәмді круассан дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. 100 мл жылы суымызды шұңғыл ыдысқа құйып аламыз. Үстіне 20 грамм қант қосамыз. Оның үстіне 4 грамм ашытқы, яғни дрожжи саламыз. Венчикпенен былғап аламыз. Bir тұқымды жарып үстіне қосып, тағы араластырамыз. Екі 180 грамм ұн салып, тағы да араластырамыз. Ұнды аз-аздан қосамыз. Бір келка қылып араластырамыз. Үстіне жарты қасық тұз қосуға ұмытпаймыз. Соңынан 30 грамм ерітілген сары май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз өте жұмсақ және жабысқақ, солай болуы тиіс. Қамырымызды силиконды коврикқа салып, тағы да ұнменен басып, үстін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Қамырға 20 минут уақыт береміз. Тағы да жұмсарып көтерілуі керек. Тиісті уақыт өткеннен кейін қамырымызға тағы да ұн сеуіп, жайып аламыз. Видеодағыдай етіп ұзыннан жайып, әдемілеп кесеміз. Болашақ круассанымызды тағы да пищевой пленкамен жауып, 20-30 минут уақыт береміз. Тағы да көтерілуі керек. Көтерілген круассандарымызды қызған майға салып, екі жағын бірдей қылып қуырып аламыз. Әр круассандарымызды пышақтың ұшымен ішін кесіп аламыз. Және бұл круассандарымыздың ішін нутелламен толтырамыз. Круассанымызды кесіп көреміз. Өте жұмсақ, ортасында нутелласы бар, өте дәмді круассанымыз дайын. Осы рецептпенен сіздер де дайындап көріңіздер. Сізге де ұнайтынына сенімдемін. Сіздермен болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Жайларың тәтті болсын.